Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі тақырып реніш туралы болмақ, сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы исламда 3 күннен артық ренжуге болмайды. Адам баласы әртүрлі сезімдерге берілетіні табиғи нәрсе. Соның ішінде жағымсыз өкпе реніш сезімі бар. Бізге қатысты әділетсіздік танытты немесе қысым көрсетті деп ойласақ, біз тек қана ренжіп қалмаймыз, сонымен қатар әлгі адаммен кез келген қарым-қатынасымызды үзіп жатамыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айтқан сөздеріне қарағанда, иісі мұсылман адам өз жақынына 3 күн 3 түннен артық ренжуге болмайды. Не себепті дейсіз ғой? Теріс сезімдер қайнау шегіне жеткен кезде өзге бір жанды ренжітіп, ара қатынастарыңызды құртып қана қоймай, сондай-ақ сізді жағымсыз жағынан да көрсетіп қояды. Сол себепті біздің тынышталып, ой-пікірлеріміз бен әрекеттерімізді бір жүйеге келтіріп, болған оқиғаны қайта қарап шығып, қателікке бой ұрындырмауымыз үшін бізге 3 күн берілген. Алайда діни немесе шариғаттық себептер орын алған болса, онда бұл кезең созылып кетуі мүмкін. Иман келтіргендер ең алдымен келесі хадистерді басшылыққа алуы қажет. Бірінші, бір-бірлеріңмен ара қатынастарыңды үзбеңдер, теріс айналмаңдар, өшпенділік танытпаңдар да бір-бірлеріңді қызғанбаңдар. Уа Алланың пенделері, бір-бірлеріңе бауыр болыңдар. Мұсылман адамның өз бауырына 3 күннен артық ренжуіне болмайды. Екінші, мұсылман адамның өз бауырына 3 күннен артық ренжуіне тыйым салынған. Кездескен екі мұсылман адам бір-біріне ренжіп, екеуі де теріс айналады. Алайда кім бұрын келіп татуласар болса, сол жақсы адам болып табылады. Үшінші, дүйсенбі және де бейсенбі күндері Алла әрбір мұсылманға кешірім жасайды. Тек оған серік қосқандар мен ренжіскендерге емес. Біздің асыл дініміз ислам адамдар арасындағы достық пен татулықты, жақсы қарым-қатынасты көздейтін дін. Жақыныңа, туған-туысқаныңа апталап, айлап ренжудің қажеті жоқ. Есіңізде болсын, мұсылмандар ұрысып, бір-бірлеріне ренжіп жатса, азғын шайтан бұған шексіз қуанатын болады. Және де сіздердің ең жақсыларыңыз бірінші болып татуласуға қадам жасайтыныңыз. Алла тағала сізді кешіргеннің қалар болсаңыз, онда адамдарға да кешірімшіл болыңыз. Оларды Алла разылығы үшін кешіріңіз. Осы 5 күндік жалғанда ешкімді ренжітпей, өзіңізде ешбір жанға ренжімей жүруге тырысыңыз. Уақытша бұл өмір сондай қысқа екенін ұмытпаңыз. Ақпарат asldin.kz сайтынан алынды. Оқыған Азиза. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.